Ассаламуалейкум, құрметті көрермендер. Бүгінгі тақырыбымыз қаза ораза қалай ұсталады? Көп адам сұрайды. Рамазанда ұстай алмадым. Енді не істеймін? Қашан өтеу керек? Бірден ұстаймын ба, бөліп ұстаймын ба? Бүгін осы сұрақтарға нақты жауап беремін. Қаза ораза деген не? Қаза ораза Рамазан айында белгілі себеппен ұстай алмаған күндерді кейін өтеу. Мысалы, ауырдыңыз, жолда болдыңыз, әйелдер үшін хайыз етеккір болды, жүкті болдыңыз немесе бала еміздіңіз. Осындай жағдайда ораза ұстамауға рұқсат беріледі, бірақ кейін сол күндерді өтеу керек. Қашан өтеу керек? Қаза оразаны Рамазаннан кейін кез келген уақытта ұстауға болады, бірақ келесі Рамазанға дейін өтеу ұсынылады. Мысалы, егер 5 күн ұстай алмасаңыз, кейін 5 күн жеке-жеке ұстайсыз. Бірден қатарынан ұстау керек пе? Жоқ, міндетті емес. Қаза оразаны қатарынан ұстасаңыз да болады, бөліп-бөліп ұстасаңыз да болады. Маңыздысы санын толық өтеу. Ниет қалай жасалады? Қаза оразада да ниет маңызды. Жүрекпен Алла разылығы үшін қаза оразаны өтеуге ниет еттім десеңіз жеткілікті. Әр күнге бөлек ниет жасалады. Қаза ораза ұстау тәртібі. Қаза оразада дәл Рамазандағыдай ұсталады. Сәресі, күндіз тамақ ішпеу, күн батқанда ауыз ашу. Айырмашылығы бұл Рамазан емес, өтеу күні. Егер бірнеше жыл қаза болса, кейбір адамдар айтады: менде 20 күн бар, бірнеше жылдан бері бар. Уайымдамаңыз, есептеп, біртіндеп өтеуге болады. Ең бастысы бастау. Әйелдерге қатысты. Әйелдер хайыз кезінде ұстамаған күндерін міндетті түрде қаза етеді. Бұл күнә емес, бұл Алланың жеңілдігі. Егер қаза оразаны әдейі кешіктірсе, келесі Рамазанға дейін өтеу керек. Кешіктірсе тәубе жасап, мүмкіндігінше тез өтеу қажет. Практикалық кеңес. Күнтізбеге белгілеңіз, аптасына 1 күн ұстап бастауға болады. Дүйсенбі немесе бейсенбі күндер ұстау ыңғайлы, біртіндеп жеңіл болады. Қаза ораза қорқынышты нәрсе емес, бұл Алланың бізге берген мүмкіндігі. Егер ұстай алмаған күндеріңіз болса, бастауға қорықпаңыз. Алла ниетімізге қарайды. Қаза оразаларымыз қабыл болсын. Келесі Рамазанға таза есеппен жетуді нәсіп етсін.